Баршаңызға сәлем достар, Түс Жыру каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі Түс Жыру аналарымыз жайлы болады. Каналымызға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде анаңыздың жылап жатқанын көрсеңіз, сіздің қиналып жүргендігіңізді білдіруі мүмкін. Түсіңізде анаңыздың қуаныштан жылап жатқанын көрсеңіз, жақында бір жақсы жаңалық болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде анаңыз жылап сізді жамандап жатқандығын көрсеңіз, уақытыңызды тиімді пайдаланбай бос жүргендігіңізді білдіреді. Ал егер де анаңыздың ашуланып, бірақ көзінен жас шықпай тұрса, сіздің күнәлі істер жасап жүргендігіңізді білдіреді. Ибн Сириннің айтуынша, егер анаңыздың көз жасын көрсеңіз, сізге ренжулі екендігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі анаңыздың көз жасы сізді сағынып жүргендігінің белгісі. Егер анаңыздың жылап жатқанын көрсеңіз, сіздің бір бәлеге ұрынып қалмасын деп ескертіп жатқандығының белгісі. Егер түсіңізде анаңызбен бірге жылап жатқан болсаңыз, өткен реніштеріңізді ұмыту керек екендігін білдіреді. Егер ұмытпасаңыз, болашақта ол сізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Қайтыс болған анаңыз жылап жатқандығын көрсеңіз, қаржылай қиындықтарға тап болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде анаңыздың жылап жатқандығын көру, сіздің денсаулығыңыздың сыр беріп жүргендігіңіздің белгісі. Достар, осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Келесі шығарылымды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.